Назик Кук арнасына қош келдіңіздер. Анам екеуміз қазақтың ұлттық тағамы өкпе бауыр қуырдағын дайындаймыз. Қуырдақтың жасалу жолдарын көрсетеміз. Бізбен бірге болыңыздар, өте дәмді болады. Ал кеттік. Мына өкпе. Өкпе, мынаның бәрі өкпе. Өкпе. А мына бауыр. Бауыр көп екен. Мына жүрек. Өкпе еттен де бетер ұзақ піседі. Негізі өкпе бар ғой. Сондықтан өкпені бірінші ұзақ пісіреміз. Бірінші құйрық майды дұрыстап қуырып аламыз. Бірақ қатты шұжық болып кетпесін. Май шыққан кезде пияз саламыз. Бұл тамақ қазақтың дәстүрлі қуырдағы. Бұл қуырдақтың ішіне қойдың ішкі құрылыстары жатады көбінде. Қазір мысал үшін құйрық майды қуырып аламыз. Қатты қуырмай былай май шыққан кезде пиязымызды саламыз. Содан кейін қалған өкпенің жанындағы майлар, кеңірдектің сүйектері бар, нелері бар, кішкене сүйектері мынандай. Ол да дәм береді қуырдаққа. Соң жүректі үшеуін қуырамыз. Қатты ыққан емес, былай ақыры нотқа қуырамыз. Сонымен мұндар дәмді болып, бұрышын, тұзын салып дайын боларда картошканы саламыз. Картошка кішкене пісе берген кезде 10 минут қалғанда бауырды саламыз. Онша майда қылмай, назым сочный болу үшін. Отымызды жандырдық. Ал енді өкпе бауыр қуырдағымызды бастаймыз. Аздап күнбағыс майын құямыз, 50 мл-дей ғана. Қызыл бола бастады. Қызыл бола бастады. Біз мысал үшін бүгін өкпе бауыр жүректен жасасақ, келесі жолы тағы өкпе бауыр жүрекке қосуға болады. Ет, қойдың кішкене етінен, соң ішек қарындарды қосуға болып жасауға болады. Онда да дәмді, өте дәмді болады. Қара бұрыш саламыз. Он минут қуырдағымыз дайын болады. Көп болып кетеді, бітті, už дайын. Бауырымыз қатып кетеді. Иә, бауыр қатып кетеді. Бауыр қатып кетсе дәмді болмайды. Сондықтан болды, мынаны бетеміз, мынаны жабамыз. Қазанда тұрсын. Соны көрейік. Бісміллә. Суымай тұрғанда қонақтарыма барайын.